Келер жылы Астанада ғарыш аппараттарын жинап және сынамадан өткізетін зауыттың құрылысы аяқталмақ. Бұл туралы мәжілісте өткен үкімет сағатында қорғаныс және аэроғарыш өндірісі министрі мәлімдеді. Депутаттар алдында алғаш рет сөз сөйлеген Бейбіт Атамқұлов спутникке қатысты сауалдардан бөлек заң шығарушылардың көкейіндегі көптеген сұрақтарға жауап берді. Өйткені ғарыштық технология барлық саланы қамтиды. Атап айтсақ, төтенше жағдай кезінде сондай-ақ геология, медицина, ауыл шаруашылығы, жолда тіпті қылмыскерлерді ұстау кезінде де айтарлықтай септігін тигізеді. Ал ғарыштан түсірілген суреттер метеорология, аграрлық салада қолданылып, құтқарушыларды жиі пайдаланады. Алайда кейде қағаздағы сызбаның мағынасын толық түсінбей жататындар да бар. Ғарыш саласының кемшіліктері мен дамуы туралы алдағы 5 минутта толығырақ айтатын боламыз. Армысыздар, эфирде заң жобасы және мен Гүлназ Сайлауқызы. Имеется клапан «Ласточкин хвост». Вода входит, но обратно уже не выходит. Чтобы употреблять, разрезается здесь, и вот трубочка употребляется. Ғарышта барлық тағам рұқсат етілмеген және оны қабылдаудың да түрлі тәсілдері бар екен. Мәжіліс қабырғасында ұйымдастырылған арнайы көрме кезінде халық қаһарманы ғарышкер Айдын Айымбетов депутаттарға осы туралы айтып берді. Ірімшік, құрт, жігіт деп аталатын сорпа туралы ғарышкер тегін айтып тұрған жоқ. Олар халықаралық ғарыш станциясының тағамдар тізіміне кіргізілген. Ал біздің ұлттық тағам саналатын құртты шетелдіктер ұнатқан көрінеді. Курт не берете? Не разрешают? Курт вошел в меню питания космонавтов сейчас. Вот это интересно. Ал нәзік жанды депутаттарды кадр мәселесі қызықтырды. Ғарыштан түсірілген суретті түсінетін мамандар аз. Ғарыштық технология қолданылатын барлық салада спутник арқылы жіберілетін деректерді тани алатын кадрлар болуы қажет. Да, но у нас неким будет скоро аналитическую. Сараптамалық жұмысты жүргізетін адам қалмауы мүмкін, өйткені мамандар азайып барады. Ары қарай не болатыны белгісіз. Бүгінде ғарыш саласында 290 маман жетіспейді. Сондықтан білім және ғылым министрлігі қорғаныс және аэроғарыш өндірісінің тапсырысы бойынша осынша грант бөлген. Олар өте сирек кездесетін мамандықтар. Мы, когда говорим о нехватке, мы говорим о некачественных специалистах. Мамандар тапшы, өйткені көбінің біліктілігі жетпейді. Жоғары оқу орнын бітіре салысымен білікті маман болып шығу мүмкін емес. Сондықтан біз 153 маманды Франция, ақш, Ресей және Ұлыбритания секілді елдердегі ғарыш орталықтарында қайта дайындадық. Тек сол жерде біліктілігін арттырып келген маман бізде жұмысын жалғастыра алады. Получая определенное узкопрофильное направление, они работают над собой, возвращаются. Ал депутаттар маман тапшылығын шешіп, ғарыш саласын дамыту үшін жастарды шетелге оқуға жібергеннен гөрі елімізде ғылыми зерттеу алаңдарын ашқан жөн деген ұсыныс айтты. На мой взгляд, сейчас не хватает, очевидно, это кадров. Менің ойымша бізде маман тапшы. Елімізде ғарыш саласы дами бастағанда 4 адам ғана болды дедік. Кейін 1000-ға дейін артты. Дегенмен бұл өте аз. Бүгінде айтқан гранттар мен квоталарды көбейту керек. Сондай ғарыш саласымен таныса алатындай техникалық зертханалар құру керекпіз. Это первый момент. И второй момент, нужно как можно больше создавать лаборатории технические. Мәжіліс төрағасының орынбасары ғарыштан түсірілген суреттер су тасқыны кезінде құтқарушыларға көмектесе ала ма деген сауал қойды. Жыл сайын жағдай қайталанады. Сондықтан барлық мүмкіндікті әсіресе ғарыш саласын пайдалана отырып, адам қазасының алдын алу керек деді Гүлмира Исенбаева. Фактически, когда уже произошло. Жағдай орын алған соң әрине оны біз де сіз де білеміз. Тут вопрос в чем, что, допустим, когда оно... Ақмола облысының аумағында судың көп мөлшерін көргеннен кейін біз алдын ала су тасқыны болады дедік. Сондықтан дайындық жұмыстарын бастап кеткен едік. И заранее начали уже подготовительные вопросы. В том числе и переброс личного состава для проведения... Ал бұл мәліметтер көмектесті ме? Әрине көмектесті. 2015 жылдың 2 қыркүйегінде ғарышқа 3 қазақстандық азамат ұшқан болатын. Ол жерлесіміз Айдын Айымбетов. Ғарыш кемесінің ұшқышы 18 ғылыми тәжірибе жасаған. Олар физика-техникалық, медико-биологиялық және психологиялық сынамалар. Зерттеулерді ғарышта да жерде де сынап көру керек. Ал бұл қосымша қаражатты қажет етеді деді ғарыш сапары ұлттық компаниясы президентінің орынбасары Айдын Айымбетов. Эфирде болған заң жобасы. Аман сау болыңыздар.